Танымал бір болайық жобасының экс-үміткері Арген өзінің жаңа сүйіктісін таныстырып, көпшіліктің назарын аударды. Ол Instagram парақшасында бұрынғы әйелі Аружанға астарлап арнаған видео жариялап, желі қолданушылары арасында қызу талқыланды. Еске сала кетейік, Арген мен Аружанның қарым-қатынасы бұған дейін көпшіліктің назарында болған. Түндегі ай лақабатымен танылған Аружан ажырасқаннан кейін қайта тұрмысқа шыққан болатын. Бұл жаңалық желіде кеңінен таралып, көпшіліктің талқысына түсті. Ал Арген бұл жағдайға өзіндік жауабын берді. Ол бір болайық жобасының экс-үміткері Аружан 18 есіммен белгілі экс-қатысушы қызбен бірге видео түсіріп, оны парақшасында бөлісті. Сонымен қатар ол жазбасында 2024 жылы Аружанмен ажырастым, ал 2025 жылы екінші Аружанмен қосылдым деп жазған. Бұған қоса, Арген Instagram парақшасында адам орнын адам басады деген сөзбен өзінің сезімін білдіргендей болды. Бұл жазба бірден желі қолданушыларының назарын аударды. Көптеген оқырмандар пікір қалдырып, бірі Аргенге қолдау білдірсе, енді бірі оның әрекетін сынға алды. Ал бұған не дейсіңдер? Аружанның орнын Аружан басады деу қате емес па? Еркекке жарасатын іс па мынау? Қыз күйеуге шықты, не мазақ? Мынау елден бұрын барып сұхбат берді. Как будто шындығы ашылып қалатындай барды жамандады. Аружанды бүкіл елге жаман қылып қойды. Аргенге айтпа олай, Нұрдәулетте айда жайлы сұхбат берді. Бұл да бір Арген соры еркеген. Аружан болмағанда сені ешкім танымайтында еді ғой. Енді тыныш қана бақыт тілемей, күйеуге тигенінде пайдаланып хайп ұстап тұрма. Адам орнын адам басады деп. Арген шынында ақ көңіл адам еді. Досын алып келгенде әйелін ұятқа қалдырар еді. Енді оның әйелі. Сәйкес келсе, сәйкес келсін. Адамдардың мұны жаңа ғана жариялауы таң қалдырды. Арген жарайсың, бақытты болуға лайықсың. Арген тәрбиелі бала, жақсы. Ата-анасы алтын адамдар. Молодец, Арген мен Аружан бір-біріне ұқсайды, бақытты бол. Деп жазды көрермен қауым. Арген мен Аружан қосыла ма? Ол жағы әзірге белгісіз.